алғашқы олимпиаданың алауы жағылсын. Олимпиада алауын жағу құрметі республикалық қазақ тілі мен әдебиеті пәндік олимпиадасының жүлдегері 6-шы сынып оқушысы Қабылахметова Айғанымға ұсынылады. Құрметті әріптестер және бүгінгі олимпиадаға қатысушылар және Мариялы Тайынаның ұрпақтары. Бүгінгі біздің қалдырған іздің мәңгілік атты іс-шараға келгендеріңізге көп рахмет. Енді бұл іс-шараны ұйымдастыруға бой тудырған себеп болған осы мектептің түлектері десек те болады. Келген сайын түлектер еске алады. Кез келген үлкен жандардың алдынан Мариялы Тайына туралы жақсы естеліктер естіп жатамыз. Сондықтан өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түгелдей тұтас құрметтесе, одан артық үлкен бақыт жоқ деп ойлаймын. Сондықтан осы кісінің атында неге олимпиада өткізбеске? Қолдап жатқан ең бірінші сіздер қолдадыңыздар. Біздің олимпиадамызда мәресіне жетті. Өздеріңізге белгілі, бізде қазақ тілінің жүгі ауыр. Олимпиада жұмыстарын тексеру деген өте қиын, оны олимпиада комиссиясында жүрген біздің әріптестеріміз білесіздер. Жанжығытова Мария Алтайқызының атындағы қазақ тілі мен әдебиет пәнінен өткізген олимпиадада бірінші орын алған үшін қалалық 4 бейінді қазақ